Қайырлы күн оқырмандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзімнің хит салаттарымның бірі аппетитка салатының рецептісін ұсынатын боламын. Арнама тіркеліп, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге тәтті бұрыш қажет болады. 2 кг тәтті бұрышымызды алып, жуып, ортасындағы дәнектен ажыратып алғаннан кейін пышақтың көмегімен қасығымызға оңай ілінетіндей қылдырып кесіп алатын боламыз. Өз қалауларыңызша қандай бөлікке бөлгілеріңіз келсе, солай бөлулеріңізге болады. Мен видеода көріп отырғандарыңыздай осындай бөлшектерге бөліп алдым. Бұрыштарымызды дайындап болғаннан кейін қызанағымызға кірісеміз. 3 кг қызанағымызды жуып тазалап, жаман жерлерін алғаннан кейін еттартқыштың көмегімен тартып алатын боламыз. Одан кейін түбі қалың кастрөлімізге 200 г сұйық майымызды құйып қыздырамыз дағы. Үстіне тәтті бұрышымызды салып, жабық қақпақтың астында 15 минуттай бұқтыратын боламыз. Анда-санда қақпағын ашып, араластырып қоюды ұмытпаңыздар. Біздің бұрыштарымыз кішкене көлемі жағынан кішірейетін болады. 15 минут уақыт өткеннен кейін араластырып аламыз дағы, үстіне жаңағы тартылған қызанағымызды құямыз. Құямыздағы үстіне 2 ас қасық тұз, 1 кесе қант, немесе 200 г өлшеп салсаңыздар болады. Саламыздағы жақсылап араластырып, 1 сағаттай қайнататын боламыз. Салатымыз қайнағанша салатымызды салатын банкымыз бен қақпақтарымызды жуып тазалаймыз дағы. 3-5 минут аралығында бу банясында стерилизовать етіп алатын боламыз. Мінекей 1 сағат уақытымыз өтті. Біздің салатымыз қайнап жатыр. Көріп отырғандарыңыздай, енді осының үстіне 1 бас сарымсақты, яғни 1 чеснокты үккіштен өткізіп, немесе мен сияқты пресстен өткізіп қосамыз. 1 шай қасы қара бұрыш қосамыз, ұсақ қара бұрышты ұнтақталған, және де 1 ас қасық сірке суын құятын боламыз, 70%. Барлығын қосып, жақсылап араластырамыз дағы, тағы да бір 10-15 минуттай бұқтырып аламыз, қайнатып. Мінекей уақыт өтті, біздің салатымыз әзір. Алдын ала әзірленген банкілерімізге құямыз дағы, бетін жауып, жылы плиттің астына қойып суытып алатын боламыз. Осыменен біздің мінекей салатымыз әзір. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет сіздерге. Келесі тәтті дәмді видеоларда кездескенше сау болыңыздар.